Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да. Но хотят там и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумелки, пыхтелки и сопелки. Сочиняю я неплохо иногда. Да. Бәрімізге таныс Винни Пух кейіпкерінің авторы Алан Александр Милн. 1882-1956 жылдар аралығында өмір сүрген бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан ағылшын жазушысы. Көп жылдар бойы Панч әзіл-оспақ журналының қызметкері болған. 1920 жылы оның жалғыз ұлы Кристофер Робин Милн дүниеге келіп, әкесінің шабытына айналады. Өзінің ұлы үшін шығарылып басталған туындылар кейінірек өте танымал бола бастайды. Оның қаламынан әртүрлі ертегілер, әңгімелер және романдар шыққан. Солардың ішіндегі ең танымалы Винни Пух атты қонжықтың бастан кешкен оқиғалары. Винни Пух – плюшевый мишка. Один из наиболее любимых героев английского писателя Александра Милна, а также один из самых известных героев детской литературы XX века. В 1926 году вышла первая книга. Винни Пух – очень интересный герой. Он добрый, веселый, находчивый. Винни очень любит поесть, особенно мед. У него много друзей. С этим медвежонком постоянно что-то приключается, но из любой ситуации он всегда найдет выход. Приключения медвежонка любимы как взрослыми, так и детьми. В 1996 году, согласно опросу английского радио, эта книга заняла 17 место в списке наиболее ярких произведений XX века. А сейчас наши читатели продемонстрируют вам свои самые любимые отрывки из произведения Винни Пух. Winnie the Pooh sat down at the foot of the tree, put his head between his paws and began to think. He thought for a long time. First of all, he said to himself, that buzzing noise means something. If there's a buzzing noise, somebody's making a buzzing noise, and it must be a bee. Then he thought another long time and said, and I know that bees make honey. And then he got up and said, and if there is honey, so I can eat it. So he began to climb the tree. "You are quite right," said Rabbit, looking at him all over. "It is you. Glad to see you. Who did you think it was?" "Well, I wasn't sure. You know how it is in forest. One can't anybody coming into one's house. One has to be careful. What about a mouthful of something?" Pooh always liked a little something at 11 o'clock in the morning, and he was glad to see that Rabbit was getting out the plates and mugs. Then when the rabbit said honey of condensed milk with bread, he was so excited that he said both.